Сайын Шапағатов мектеп гимназиясы 6 А сынып оқушысының жетекшісі Сүбалиева Балым Маралбекқызы. 6 А сынып оқушылары сынып сағаты. Тақырып: коронавирус індетінен сақтану. Қымбатты оқушылар, сәлеметсіздер ме? Бүгін өздеріңмен балалар сынып сағатын өткелі отырмыз. Олай болса, назарларыңызды аударуларыңызды сұраймын. Балалар, біріншіден сендерге түсінікті болу үшін медициналық атауын айтып кетейін. Әрмен қарай сабағымызды жалғастырғанда атын атамаймыз. Себебі қазақ өзіне зиян келеді деп білетін жаман атаулының барлығын атын атамаған. Коронавирус ауруының пандемиясы COVID-19 2019 жылы желтоқсан айының орта шенінде көршілес ел Қытай елінде орналасқан Ухань қаласындағы Хуанянь жануар мен теңіз өнімдері базарында болған тұрғындардың пневмонияға шалдыққаны анықталған. Міне, осы жаман індеттің алғашқы таралу кезі осы жерден бастау алды. Балалар, міне осы жерден бастау алған жаман індет әрі қарай тарай берді. Әлемде 200-ден астам елі болғандықтан тек қана қазақ елі болып оқшауланып өмір сүру мүмкін емес. Яғни әлемдегі бүкіл елдер бір-бірімен өте тығыз байланыста болғандықтан әрбір елдің азаматы мен азаматшасы әр елде жұмыс жасауы мүмкін. Міне, шетелде осындай ауру белең ала бастағанда еліміздің азаматтары кері қайтарыла бастады. Соның ішінде шетелде оқып жатқан студенттер тағы бар. Міне, алғашқы жаман індеттің қаупі осы шетелдерден келген азаматтардан келуі мүмкін деген ел ішінде ақпараттар тарай бастады. Бұл вирусқа тән симптомдар: тұмаурату, бас ауруы, жөтел, қалшылдап дененің қызуы көтерілуі. Бұл жаман ауру жөтелгенде, түшкіргенде немесе ауруға шалдыққан адамды ұстағанда жұғады. Ғалымдардың зерттеуінше жаңа вирус адамнан адамға жақын байланыста болғанда тыныс жолымен беріледі. Қазіргі таңда балалар жұмбақ вирусты анықтау жолында жұмыстар жүргізіліп жатыр, қарқынды түрде. Демек, адам өміріне қауіп туғызатын, яғни өлімге әкеліп соғатын осы жаман індеттің кең таралуына жол бермеу мақсатында ауруға шалдыққандарды ауруханаларда оқшаулап жатыр. Балалар, өте қауіпті дерт болғандықтан еліміздің бірнеше қалаларын карантинге жауып отыр. Соның ішінде Ақтау қаласы да бар. Яғни үйде отырамыз, ешқайда шықпаймыз. Бұл вирустың таралу қаупі өте жоғары деңгейде болғандықтан тазалыққа да мән береміз. Яғни үйдің тазалығын қалыпта ұстаңдар. Жиі тазалап тұру, далаға міндетті түрде маскамен, перчаткамен шығу керек. Балалар, біз қалың қазақ елі көптеген қиындықты бастан кешірдік. Соғыс естілгенімен болашаққа, яғни сіз бен бізге ыстық естелік қалдырып, соңы жеңіспен аяқталған соғысты да көрді. Ашаршылықты да көрді. Кезінде ел ішінде жаман індетте болды. Мен неге бұл жағдайларды қозғап отырмын, балалар? Басынан талай қиын қыстауды өткізген рухы мықты қазақ елі бұл қиындықты да жеңіп шығады. Балалар, міндетті түрде сақтық шараларын қарастырыңдар. Карантиннің кезінде үйде болып, ешқайда шықпастан, үйде болып, аналарыңа көмек беріп, қыз балалар жағы, ер балалар жағы әкелеріңе көмек беріп, кітап оқып, спорттық жаттығулар жасап, бауырларыңа қамқор болып, інілеріңе, қарындастарыңа, сіңілеріңе өздеріңнің білгендеріңді үйретіп, үйде болыңдар. Пайдалы іспен айналысыңдар. Міне, осы жағдайда ғана біз аурудың өршуіне жол бермейміз, балалар. Осы аурудың қазіргі таңда тер төгіп, жанұясын көрместен ауруханада жүрген ақ халатты абзал жандар ғана қарқынды түрде күресіп жатыр. Яғни Қазақстанның әрбір азамат үшін тер төгіп, арасында осы ауруды жұқтырып алған медқызметкерлері де болды, балалар. Олар өзгенің өмірін өз өмірінен жоғары қойды. Сол үшін біз үйде отырып, үйден шықпастан аурудың таралуына жол бермейік, балалар.
Барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Ал балалар, бүгінгі сынып сағаты осымен аяқталып. Егер ауруға байланысты сұрақтарың болса, ауруға байланысты пікірлерің болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, маған сұрақ қойыңыздар. Мен міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Сау болыңыздар, амандықта жүздесейік. Назарларыңызға рахмет.